Бүгін мына сабақта қазір жасап алған образымызға қазір осы қызға құлағына сырға тағатын боламыз. Сырғаны бірінші біз Pinterest'тен алып аламыз қазір. Pinterest'тен женский серги деп жазайық. Осы жерден алып аламыз. Біреуін. Қайсысын аламыз? Мынау келетін сияқты. Осыны көрейік. Сохранить етіп аламыз. Сохранить етілді. Енді осыны қазір жаңағы нано бананда арқылы жасайтын боламыз. Достар, жаңа қалған сырғамызды жаңағы моделімізді қойдық. Енді қазір соның құлағына тығатын боламыз. Генерацияға жібердік. Промптымызды дайындап салып қойдық. Қазір чудоны күтеміз. Тағы да бір рет жіберіп қояйық. Міне, құлағына тағып берді сырғамызды. Мына жерде сумкасымен бірге мен локацияны Парижді таңдадым. Париждің көшелерін қараңыздар. Так, загрузка болып жатыр. Мынаны көрейік. Міне, қараңыздар. Сырғасы тағылды. Сумкасы, қолында бәрі. Киімі один в один Париждің көшелері. Мынау енді профессиональный съемка ғой. Бұдан артық не керек? Сиқыр ғой, бұл сиқыр. Мына жерде сумкасы жоқ. Киімін сәл өзгертіп жіберген. Мынаған қарағанда мына жерде киімі басқа еді. Мына жерде вообще күшті болған. Мынау идеальный енді. Сумкасын ұстап алғаны. Мынау екінші фото. Қазір тағы да шығады. Міне тағы шықты. Не қараңыздаршы, достар. Не деген сиқыр мынау? Сиқыр ғой, сиқыр. Тағы да бір рет жіберейік. Мынау енді идеально шыққан. Мына фото. Бұл нормально, мынандай киімін ауыстырып жіберу, өздеріңізге ұнамаған бір позицияда шығару, ол нормально, потому что искусственный интеллект ол ақылды нәрсе емес. Сіз қалай промпт бересіз, солай жұмыс жасап береді. Сондықтан искусственный интеллектке промптты барлығын четко жазып беру керек. Сонда ғана результат идеально шығады. Міне. Мына қараңыз. Мына жерде де сондай болды. Мынау жаңағыдай болды. Міне қараңыздар. 6 фото жасадық, соның ішінде біреуі идеально шықты. Мынаусы енді болады. Бірақ маған ұнап тұрған жоқ. Осылай жасай бересіздер. Мынау да нормально енді былай алуға. Осылай жасай бересіздер. Ұнаған фотоларды аласыздар. Енді келесі сабақта жаңағы бірінші сабақ пен осы екінші сабақтағы фотоларды қосып видеоға айналдырып монтаж жасайтын боламыз.